Бұл неше жыл тотсына? Nigga ona үйге етпей Көшелерме аймақтары тақтағанша әр бері Басқалары ұтылғанша бәрін бері Nigga ona үйге етпей Nigga ona үйге етпей Уайымдама өспегенше ешкім шекпейді Кейіндегі сен денесі кеппейді Бірақ соңғы кезде мені теппейді Бірақ nigga Бүгіннен бастап тастысың Жаңа қадам бастысың бекем дейм Басқа жерді мекендейін Бірақ көріп алсам ондай олға көнбейін Көк шөп гүлті дейді кейде аш. Енді бізге қазір развоз хождение бару керек. Қазір барамыз, көрейік. Достар, сонымен бүгін бізде приораға посадка болады. Қазіргі түрі. Әрине ол үшін не керек біріншіден? Менде қазір өзінің заводтан шыққан стойкасы тұр. Көріп тұрсаңыздар. Заводтан тұрған стойкасы тұр. Әрине болатын еді, оған жаңағындай қысқартылған пружиналар алып сала салуға. Бірақ көлік дұрыс жұмыс істемей қалады стойкалар. Неге десеңіздер, өйткені ол маймен ғой, пружина қысқа болып қалады, сондықтан да көлік секіре береді. Әрине қаражат жетпесе солай да істеуге болады. Бірақ пружинаны кесіп керек емес мүлдем. Сонымен көрейік қандай. Әрине кх алдым, короткая ходка дейді. Стойкалар Демфи, газ, масло қысқартылған, және де пружиналарда қысқартылған алдым. Сондай міне көрейік. Көріп отырсақ, мына бізде алдыңғы стойкаларымыз. Бұл бізде -70. Анау өзінің родной болса, бұл -70 жатады. Алды екеу -70, арты Демфи, газ масло, екеуі де газ масло. Арты 90. Мына артын пружинасы -90, алдыңғы -70. Әрине көлік біріншіден тақтай болады, бірақ түрі өзгереді. Потокта бөлінетін боламыз. Сонымен неге мен алдын 70, артын 90 қылып алдым? Әрине болатын еді, алдында 70, артында 70 қылып, бірақ көлікті болады әрине, алдында 70, артында 70, бірақ алдында 90, артында 90 қылуға болады. Бірақ көлік 90-да 90 болса, көлік шамалы жатқан кезде дәл осылай сток сияқты болады, бірақ алдыда осылай, артында осылай көтені кішкене көтеріліп тұрады. Көтені. Ал мен оны көлікті ровно жатқызу үшін мен әдейі алдын 70 қып, артын -90 қып таңдап алдым. Сонда көлік ровно жатады. Әрине болатын еді, алдын -90 қысам, артын онда -120 қылу керек болады. Бірақ мен көліктің тіке жатқан әдемі көрінгендіктен солай таңдадым. Көбісі бірақ 90-да 90 қылып алынып жатады. Меніңше 90-да 90, алдында -90, артында -90 қылып алған. Меніңше онша қатты көрінбейді. Бәрі сток сияқты арты чөт көтеріліп тұрады. Ал егер қазірде біз алдын -70, артын -90 қылдық, көлік тіп-тіке жатады. Әрине, мысалы артын 70 қылсақ, онда алдын 50 қылу керек, көлік тіке жату үшін. Салмақ алдында ғой, сондықтан да іске кірсек, көрейік. Енді бізге не керек ауыстыру үшін? Біріншіден міндетті түрде қолғап бар, одан кейін набор кілттеріміз бар. Набор кілттеріміз, одан кейін міндетті түрде стяжка керек болады бізге, амортизаторлар, пружиналарды қысу үшін. Одан кейін накидной ключ, неге өйткені менде наборда тек қана головкалар ғана. Одан кейін солидол, литол міндетті түрде керек болады. Одан кейін ВДшка міндетті түрде. ВДшка жұмыс болмайды. Мынау коробкалар өзінің алғандағы стойкалардікі, роднойдікі, мына стойкалар бұл. Енді көрейік, көлік тақтай болады дейді газ масломен. Астон деген стойка бар тоже. Өзінің заводтан шыққандай, бірақ қысқартылған түрі, ол маймен чисто. Тек қана маймен ғана, ал бұл газ масло. Газ маслоның көбісі айтады, қатты болғанмен бұл спорттық подвескаға көбірек жатады дейді. Неге десеңіздер, қатты болады біріншіден. Одан кейін басқарылу өте мүлдем басқаша болады екен.
өзінің стокына қараған кезде басқарылуы. Сонымен көрейік қалай болатын екенін. She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money. She says she wants my necklace, put her on the guest list. Hope I don't regret this, hope I don't regret this. I'm feeling hella reckless, cashing on my checks, bitch. Hickeys on my neck shit, she's on me offensive. Do not know my set list, still I'm gonna get it. Yeah, I have it. Орындықты лақтырамыз. Одан кейін мына жерде крышкасы болады. Осы крышканы ақырын ғана көтеріп аламыз. Крышканың астында такс болт бар, бір болт, шайба, оның астында тағы бір. You think I learned my lesson, yeah. And we ain't getting no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me, yeah. And we ain't getting no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me. Cause we ain't getting no sleep, yeah. No, we ain't getting no sleep, yeah. She's sitting up in the front of the class, using that ass, she gonna pass. Keeping her pad and her pen in her lap. She been so bad with the men in her past. Now she just want the professor so bad. I'll give her lessons that she never had, like taking a freshman and teaching her math. I'll keep her guessing until she a grad. She always leaves them guessing, they don't know what's next, man. Learned it from the best, man. She loving every lesson, with hands-on sessions, points for attendance. She asks a lot of questions, I answer with my presence. I sit back while I'm texting, said she wants to get in, said she'll bring her best friend. Know what happened next, man. You know what happened next, man. Treat her like a guest, man. Rolling out the best, man. She had a confession, yeah. She wanna stay for a minute, she wanna play for a minute, she wanna slay for a minute, and now I'm all up in it. I'll be back in a minute. Я достар, артын жатқыздық, көрейік. -90. Егер телефонмен көретін болсақ, брызговик осындай. Алдыңғы жағы осындай. Әлі алдын жатқызған жоқпыз. Алдын жатқызғанда мүмкін тағы төмен түсіп кететін шығар. Артын развал кетіп қалды. Развал схождение бар. Барлығын ауыстырғасын барып, развалын қойдыртамыз. Мына жақ дөңгелек ішке қарай кіріп кетті. Достар, көрейік, жүріп көрейік. Арты қалай екен, сосын қазір алдын ауыстырып қоямыз. Ya dostlar, бұл жігіт інім. Есейді әлі арқасы. Егіз осындан қасы. Алды қошыма салады 70 емес пе? 70. Сонымен достар, выдышканы сүйіп қойдық, шамал тұра тұрсын. Одан кейін проводтар тақтық, тормозной, ABS,
содан кейін болттарын ағытып төбесінен ағытамыз. Бұлар қанша екен? 17 ай бұлар. 12 ма? 13 ма? Алып тастайды біздің записьті. Жоқ, асылқан салдым. Специально салдым. Асылқанда. Я достар, сонымен стойканы көрейік, алдында шештік. Артында айырмашылығы жоқ болса, оң жақ, сол жақ, алдында айырмашылығы болады. Ол бізде міне тұрсаңыздар, левая дейді, сол жағына кетеді. Минус 70, SS 20. Көрейік. Достар, сонымен көрейік. Минус 70 сток. Айырмашылықты көріп тұрсыздар ғой. 70 және сток. Енді қазір осы жерден төбесін, пружинасын бәрін ағытып аламыз. Өйткені бізге мына кезден пульник керек. Nigga ана үйге етпей көшелер мен аймақтар тақтағанша әрбері басқалары ұтылғанша бәрін бері Nigga ана үйге етпей Nigga ана үйге етпейді уайымдама өспегенше ешкім шекпейді Кейіндегі сен гейнесі кеппейді бірақ соңғы кезде мені теппейді бірақ Nigga бүгіннен бастап тастасам жаңа қадам бастасам бекем деймін басқа жерді мекендейін бірақ көріп Салдық мұны тайып көрсетсем болады. Көрсетші. Салдық пружинамен. Енді қазір көрейік, баллон салайық. Баллон салғаннан кейін қаншалық жататынын көрейік. Баллон салдық, көрейік. Посадка жағын. Минус 70 посадканың. Телефон болғанда телефон енді стокты көрейік. Сток жағын көрейік. Сток жағын осындай. Арканың арасында да мынандай. Арка мынандай жоқ. Я достар, осымен посадка аяқталды. Көрейік. Жан-жағын. Рассеивает дым, зажаренный седан, закатанные лбы, внутри ребята в хлам, простые пацаны, русские машины, что отличает их тогда спилены пружины, а барки трутся шины, маршруты. Енді бізге қазір развоз хождение бару керек. Қазір барамыз, көрейік. Өйткені қарап отырсақ, мына дөңгелек кішкене сыртқа қарай шығып кеткен. Ана жағы чуть-чуть камерадан беріле ме, берілмей ме, ішке қарай кіріп кеткен. Қазір развалда көретін боламыз. Не опущена, а занижена, правильно лежит, с виду обездвижена. Что же вас объединяет и в чем же ваш секрет? Без посадки авто нет, не опущена, а занижена, правильно лежит, с виду обездвижена. Что же вас объединяет и в чем же ваш секрет? Без посадки авто нет, проблемы с ДПС у каждого. Я достар, келдік. Қарағандыда осы ваздар жөндейтін Карлада деген бар. Соған келдік. Қазір очередімізді күтіп отырмыз. Шерге келдік. Столлада Караганда дейді. Күтеміз. Алдымызда екі көлік бар екен әлі. Неге басқа жерден жасатпадыңыз десеңіздер, осындай жатықпаған көліктерді көбіне осы жерде істейді. Ал басқа жерге баруға да болатын еді, бірақ енді посадканы көп осылар істегеннен кейін осыларға келдім. Бағасын білмедім, қазір бағасын айтатын боламыз, қанша шыққан.
Достар, сонымен развалды қойдырттық. Маған өте қатты ұнады. Развал қойғандар өте ұқыпты. Көлік басында развал қоймай тұрған сәтте сол жаққа көбірек тартып кете берді. Қазір руль тартпайды тіке. Ол да плюс. Енді айырмашылығын айтайын, Passatка мен жаңағы стоктың. Бұл газы масла деген стойка, SS20 Denfi деген. Салыстыратын болсақ, газ масла енді газ болғаннан кейін шамал қаттылау. Шамал ғана, бірақ қатты бір әкетіп баратқан айырмашылығы жоқ, шамал қаттылау болады. Минусы сол ғана, бірақ мен минусқа жатқыза алмаймын, оны көлік шамал ғана қатты, масляный стойкаға қарағанда. Ал енді қазір плюсы, әрине біріншіден көлік жатқаннан кейін енді әрінге арғалай мен үшін әдемі көрініп тұр өзіме. Одан кейін көліктің басқарылуы жақсарып кетті, көлік тез тыңдайды. Оңға бұрып басаңыз резко, оңға солға бұрып басаңыз резко, чөт бұрып басаңыз сіз тыңдайды. Осы развалды бар ғой, мен трейд стендқа барып жүрген кезде, бұл трейд стенд емес, жай развал. Трейд стенд сізге бір 15 минутта қойып береді развалды. Ал мыналар 40 минут қойды. Сосын жаңа көрдіңіздер ме, ағашты минус 70 алды, арты минус 90 ғой. Алдын минус 90-дар қалай шығып жүр екен деймін да. Ана ағаш болмаса, көліктің бампер тиіп, оған подъемникқа шыға алмайды екен ана жерден. Сол үшін өзі арнайы істеп қойған, көп көліктер келеді осындай жатып қалған ол жігіттерге. Көліктің кілтін алды менен, сразу барлығын өздері істеді. Өзі қойып, өзі түсіріп беріп, аккуратно бампер тигізбей. Енді развал схождениеге қанша теңге кетті десеңіздер, мысалы 30 стендта 3000 теңге алады осы бір ераға, 2,5 мың, 3 мың. Ал бұлар барлығын өлшеп сөйтіп қойды, 3,5 мың теңге алды. Бағасы өзіне лайық деп ойлаймын, 3,5 мың теңгеге. Біріншіден уақыт, бәрімізде де ең бірінші уақыт құнды ғой. Я, достар, осымен Passatка аяқталды. Дала жел болып тұр, сондықтан да камераны алып өзім сөйлейін. Passaтканы істедік, достар. Мен минус 70 дедім ғой, алды. Арты минус 90. Шыны керек, бұл бушный стойка мен пружина болғаннан кейін бұл әбден отырып қалған екен. Мен өлшеп көрдім, минус 90-дармен бірдей екен. Мына көріп тұрсаңыздар, минус 90-мен бірдей. Арты нормально өзі минус 90-ға өзі жата береді. Артында салмақ жоқ қой, тек қана алдында ғана салмақ. Достар, осымен дала жел болып тұр. Менде қазір осы жалғыз ғана камера қалды. Сондықтан да звук барлығы нашар естілуі мүмкін. Сондықтан да әзірге шыдай тұрыңыздар. Камера алатын болам, Алла қаласа. Енді Passatка әдемі, меніңше барлығын көрейік. Минуслы Passaтканың баллон ішке тиет. Қазір ізін көрсетем қалған. Мінекей, достар, көріп тұрғандарыңыздай, қазір мына кезге тиген баллон. Осы жерлерді шамалы қажап тастаған. Баллонды көріп тұрсақ тиет. Қатты қорқыныш ештеңе жоқ, тек қана барынша до конца бұрған кезде ғана. Так былай қатты резинаны ештеңені жеген жоқ. Осымен, достар, Passatка аяқталды. Тағы айында Алла қаласа видеолар шығады. Жақсы видеолар шығарамыз, Алла қаласа. Енді келесі бөлімде бұл көліктің барлық құпиясын ашатын боламыз. Салонын көрсететін болам. Осы уақытқа дейін салонын көрсетпеген болатынмын. Енді салонын көретін боламыз, Алла қаласа. Диман Брюханов. Специально для без посадки авто нет. Огни света, фонари, ксеноновый блик фар. Приора на посадке вгрызается в туман, рассеивает дым. Зажаренный седан, закатанные лбы. Внутри ребята в хлам, простые пацаны. Русские машины, что отличает их тогда? Спиленные пружины, а барки трутся шины. Маршруты наизусть, кто повзрослее считает глупо, но я на них не злюсь. Я никого не подрезаю и не тороплюсь. Прижавшись к тротуару, медленно крадусь. Вопросы,
как так ездишь? Порядком заебали, так же, блять, рулю и жму я на педали. Машина средство, чтобы ездить, да ладно, не смеши. Мы вкладываем в них часть своей души, собираем взгляды и удивление людей. Без посадки авто не для правильных парней. Не опущено, а занижено, правильно лежит, с виду обездвижено. Что же вас объединяет и в чем же ваш секрет? Без посадки авто нет, не опущено, а занижено, правильно лежит, с виду обездвижено. Что же вас объединяет и в чем же ваш секрет? Без посадки авто нет. Проблемы с ДПС, у каждого прибор. Рейды на тонер, понятые шмон. Мы не преступники, нам просто так комфортнее. Не могу понять, кому мешают мои стекла. Давай не будем вешать шторы у себя в домах. Пускай жизнь твоя будет у всех на глазах. Это такой образ жизни, у нас свой взгляд. Эффектно плаваем в своих районах, городах. Больше баса, низкие частоты. В районе двушки спокойно держим обороты. Для всей пехоты, кто в этой теме. Прямой посыл с Красноярском. Я достар, осымен бір іс аяқталды. Жетістікке бір қадам жақындап келе жатырмыз. Алла қаласа. Енді келесі жолы тағы да тоқтамаймыз. Қызықты видеолар болады. Сондықтан да міндетті түрде арнаға жазылып, лайк, дизлайк, кез келген комментарий қалдырып кетіңіздер. Және де бір ұсыныстарыңыз болса, тағы қай жерлерін реттеу керек, қай жерлерін дұрыстау керек, соның барлығын айтсаңыздар, комментке қалдырып кетсеңіздер болады. Енді амандықта кездескенше сіздермен қоштаспаймыз. Тағы да қызықты видеоларды күтіңіздер. Шығаратын боламыз. Аман сау көріскенше.